Достар, біз демалысты ерекше өткізуді шешіп Самара қаласына жолға тарттық. Мақсатымыз шаңғы тебу және термо бассейндерге рахаттану. Сапардың қалай өтетінін қазір көрсететін боламыз. Бірінші күні Самара қаласына Сок атауы шаңғы базасына бардық. Ол жақта адреналин, таза ауа және керемет көңіл-күй. Достарымыз әйтеуір лыжыға бірінші рет мініп, әйтеуір 36 жыл дегенде лыжыға мініп жатыр. Теуіп өлмейді лыжыны. Сөйтіп добыр болып демалып келдік. Сосын алдын ала жалға алған коттеджге бардық, орналастық сол жерге. Сосын кешкі асты ішіп алдық. Ішіп отырдық, әйтеуір бүгінгі күнді айтып керемет өтті, бәріне ұнады. Сосын кешті тыныш өткізбек деп Точка Сити деген орталыққа барып кино қарауға шештік. Келесі күн Есімжан мен Альмира таңғы ас дайындады. Мына жерде Рақымжан жүр. Таңғы ас ішіп алып жолға шықтық. Саламат құрдастар өлем. Кубышевск деген міне қалада жаңа термо бассейндер осы неде орналасқан қалада. Самара қаласынан 40 минуттық жерде орналасқан. Мына жердегі міне тұзды бассейн бұл. Жылы бассейн. Бұл екінші бассейн орналасқан тоже жылы. Сыртта деген басын қатып қалады екен негізі. Басын тоңып қалады екен. Су боласын. Мұз болып кәдімгі басын қатып қалады екен шаштарын. Бассейннен басқа осы термоның ішінде 10 түрлі монша бар. 10 түрлі пар десе де болады ішінде. Салқыны бар ішінде. Ысысы бар әйтеуір. Хамам бар. 10 түрлі. Көп ішінде. Осындай сыртта джакузисі бар тоже. Рахаттанып әйтеуір жолға түстік қой. Керемет болды. Сосын осылай жолға шықты, керемет демалыс болды.